9-шы тапсырма. Listen and read. Тыңдаңыз және оқыңыз. Daisy and her family are getting ready for their summer holiday. This is going to be a great holiday. I'm going to swim all day. Don't forget your goggles. I'm going to go fishing every day. I can't wait. Don't forget your fishing rod. I'm going to play on the beach all day. Don't forget your sunscreen. They are putting everything in the car. That's everything. We're ready for our holiday. Get in the car. Don't forget your map. Later that day, they are unpacking at the hotel. Oh no! We forgot to bring Bella. Poor Bella. She's home alone. Hello, it's Mr Foley here. Don't worry about Bella. She's going to have a great time with Buster and me. Дейзи және оның отбасы өздерінің жазғы демалысына дайындалып жатыр. Дейзи: Бұл демалыс өте керемет өтейін деп тұр. Мен күні бойы суда жүземін. Мам: Көзілдірігіңді алуды ұмытып кетпе. Dad: Мен күн бойы балық аулауға барамын. Мен күте алмаймын. Мам: Қармағыңды алуды ұмытып кетпе. Daisy's sister: Мен күн бойы теңіз жағалауында ойнаймын. Мам: Күннен қорғайтын кремді алуды ұмытып кетпе. Dad: Барлығы осы. Біз демалысқа дайынбыз. Барлығың көлікке отырыңдар. Мам: Картаны алуды ұмытып кетпеңдер. Сол күні сәл кейінірек олар қонақ үйде заттарын шығарды. Мам: О жоқ, біз Белланы үйде ұмытып кеттік. Дейзи: Белла үйде жалғыз өзі. Мистер Фолей: Сәлем. Мұнда мистер Фолей бар. Белла үшін алаңдамаңдар. Ол Бастер және менімен керемет уақыт өткізеді. 10-шы тапсырма. Read the story and correct the mistakes. Әңгімені оқыңыз және қателерді дұрыстаңыз. Бірінші сөйлем. Daisy wants to buy souvenirs all day. Daisy күні бойы кәде сыйлар сатып алуды қалайды. Дұрыс емес. Ол күні бойы суда жүзуді қалайды. Daisy wants to swim all day. Екіншісі. Daisy's dad wants to go hiking every day. Daisy'нің әкесі күнде жаяу серуендеуді қалайды. Дұрыс емес. Daisy's dad wants to go fishing every day. Daisy'нің әкесі күнде балық аулауға барғысы келеді. Үшінші сөйлем. Daisy's sister wants to go fishing all day. Daisy'нің сіңлісі күні бойы балық аулауға баруды қалайды. Дұрыс емес. Daisy's sister wants to play on the beach all day. Daisy'нің сіңлісі күні бойы теңіз жағалауында ойнауды қалайды. Төртінші сөйлем. Bella is having a great time with Mr Foley's cat. Bella Mr Foley'нің мысығымен керемет уақыт өткізуде. Дұрыс емес. Мысық емес. Итімен. Bella is having a great time with Mr Foley's dog.
11-ші тапсырма. Read the story again and choose the best title for the story. Әңгімені тағы бір рет оқып шығыңыз және әңгімеге сай келетін атауды таңдаңыз. 13-ші тапсырма. Listen and read. Make a new dialogue with your friends. Тыңдаңыз және оқыңыз. Досыңызбен бірге жаңа диалог құрастырыңыз. Let's pack our suitcases. Hooray! I can't wait. I want to swim all day. Don't forget to take your swimming trunks. I want to sunbathe too. Don't forget your sunscreen. Thanks. Well, that's everything. We're ready for our holiday. Let's go. Чемоданымызды жинайық. Алақай, мен күте алмаймын. Күні бойы суда жүзуді қалаймын. Жүзуге арналған киіміңді ұмытып кетпе. Мен күнге қыздырынуды да қалаймын. Олай болса, күннен қорғайтын кремді алуды ұмытпа. Рахмет, барлық керек зат осы. Біз демалысымызға дайынбыз. Жүр кеттік. Осы мысалдағыдай етіп, тек қана жасылмен белгілен сөздерді ауыстырып, досыңызбен осындай диалог құрастырсаңыз болады. 14-ші тапсырма. Listen and repeat. Sheriff, cash, check, reach. 15-ші тапсырма. Complete, then listen and check. Read. Толтырыңыз, тыңдаңыз және тексеріңіз. Оқыңыз. The rich sheriff wants to give a check and some cash to charity. Бай шериф қайырымдылыққа қолма-қол ақша және чек беруді қалайды.